Hello, my dear children. How are you today? My name is Инидира Сансызбаевна. Сонымен ағылшын тілі сабағымызды бастайық. Now, children, look at the picture. What can you see? What do you think about we are going to speak today? Could you guess the topic of our lesson? Yes, all right. The topic of our lesson is birthday party. Бүгінгі балалар біздің сабағымыздың тақырыбы туған күн. Бүгінгі сабақта балалар біз сендермен жаңа сөздермен танысамыз. Сонымен қатар осы жаңа сөздерді present simple формасында қолдануды, сөйлемдерде оқуды, сонымен қатар сен не істегенді ұнататыныңды айтуды үйренесің. Балалар, әрбір туған күндегідей мен де сендерге сыйлықтар дайындап қойдым. Әрбір қораптың ішінде тапсырмалар бар. Егер де біз жасыл қорап пен күлгін қораптың ішіндегі тапсырмаларды дұрыстап орындасақ, сендермен сабақтың соңында 10 балл жинаймыз. Look, children, let's see. What is there in the red box? Let's open it. Кәне сендермен қызыл қорапты ашайық. Бұнда бізде балалар жаңа сөздермен танысайық. Listen to me and repeat after me. A candle, шырақ. A present, сыйлық. A balloon, шар. Fireworks, отшашу. A cake, тәтті торт. Birthday party, туған күн. Good jobs, children. Енді балалар сендермен read the new words. Кәне осы жаңа сөздерді оқып көрейік. A candle, a present, a balloon, fireworks, a cake, birthday party. Good job, children. Now, look, let's see what are in the green box. Let's open it. Балалар, енді жасыл қорабымызды ашып көрейік. Егер біз жасыл қораптағы тапсырманы орындасақ, сендермен 6 балл аламыз. Try to name all the pictures. Яғни сендерге балалар My birthday тақырыбында мәтін берілген. Сендердің жаңағы өткен біздің жаңа сөздеріміз сурет түрінде берілген. Кәне осы жаңа сөздерді оқып көрейік, дұрыстап айтып көрейік. Hello, my dear. I like. Yes, birthday party. On my birthday, I invite many friends and we have a cake. Good job. With candles. My friends give me balloons, fireworks, and many presents. Good job, children. Егер де сөздерді дұрыс орындасаңдар, 6 балл жинадыңдар. Now, let's see what are in the pink box. Let's open it. Балалар, кәне енді сендермен келесі қорапты ашып көрейік. Listen and remember. Балалар, туған күнде және біз сендермен не істегенді ұнатамыз? Билегенді,
ән айтқанды, ойнағанды, Кәне енді әрқайсымыз ағылшынша айтып көрейік. Мен билегенді ұнатамын, немесе ән айтқанды, немесе ойын ойнағанды. I like dancing. Мен билегенді ұнатамын. I like singing. Мен ән айтқанды ұнатамын. I like playing. Мен ойын ойнағанды ұнатамын. Балалар, енді мұқият қарайықшы. Осы үш етістікті бір-бірімен не байланыстырып тұр? Yes, all right. Үш етістікті ing жалғауы байланыстырып тұр. Children, don't forget, after like we use verbs with ing. Яғни, like сөзінен кейін етістікке ing жалғауы жалғанады. Келесіні сөйлемді кәне өздерін оқып көріңдер. I like opening the presents. Well done. Next. Children, what is there in the purple box? Let's open it. Ал енді күлгін қорапты ашып көрейік. Жаңағы айтып кеткендей, күлгін қораптағы тапсырманы орындасақ, сендермен 4 балл жинаймыз. Балалар, сендерге мұнда 4 сөйлем берілген. Сонымен қатар 4 етістік тұр, Going, listening, playing, watching. Сендер осы етістіктерді өздерінің орындарына қойып шығу қажетсіңдер. Егер бұл тапсырманы дұрыстап орындасақ, біз 4 балл жинаймыз. Кірістік. Кәне енді тексеріп көрейік сендермен. I like playing guitar. You like listening to music. We like watching TV. They like going movies. Балалар, егер осылай дұрыс орындасаңдар, сендер 4 балл алдыңдар. Children, look at the picture. This is Mickey. Балалар, танысайық, бұл бізде Mickey. Кәне Mickey неше жаста екен? Санап көрейікші. How many candles are there on this cake? Let's count. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. He is 8 years old. Ол 8 жаста. Good job. Now, this is Minnie. Children, how many candles are there on this cake? Let's count. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. She is 7 years old. Ол 7 жаста. Good job. Балалар, сендер барлық тапсырманы дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Егер барлығымыз дұрыс тапсырмаларды орындасақ, біз сендермен 10 балл алдық. Good job. Бүгінгі сабақта, балалар, сендер жаңа сөздермен таныстыңдар. Сонымен қатар, осы жаңа сөздерді present simple формасында қолдануды және сөйлемдерде оқуды үйрендіңдер. Және де өзіңнің не істегенді ұнататыныңды айтуды үйрендің. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. The lesson is over, children. Well done. Goodbye.